Сәлем балалар, 3 сынып математика 140 сабақ қағаз ақша тақырыбы. Бүгін сен 1000 теңгелік, 2000 және де 5000 теңгелік ақшаларды ажыратуды және де түрлі шетелем жасауды үйренетін боласың. Бірінші тапсырмаға назар аудар, суреттегі ақшаларға қара. Олардың қайсысы саған таныс? Ал таныс емес ақшаларың болса атап көр. Бұл суреттегі 200, 500, 1000 және 2000 мен 5000 теңгелік қағаз ақшалар. Бұл ақшалардың барлығы таныс. Екінші есеп. 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды қалай ұсақтағанына қара, тағы да қалай ұсақтауға болатынын айтып көр. 2000 теңгелік ақшаны 1000 теңгелік екі қағаз ақшаға ұсақтаған, немесе 500 теңгелік 4 қағаз ақшаға ұсақтауға болады. Ал 5000 теңгелік қағаз ақшаны 2 2000-дық 1 1000 теңгелік қағаз ақшаға ұсақтаған, немесе 1 2000 теңгелік және де 3 1000 теңгелік қағаз ақшаға, сонымен қатар 5 1000 теңгелік қағаз ақшаға ұсақтауға да болады. Үшінші есеп. Көрсетілген соманы әртүрлі тәсілмен қалай жинауға болады? Тапсырманы қима қағаздардың көмегімен орындап көр. 9000 теңгені 1 5000 теңгелік және де 2 2000 теңгелік қағаз ақшамен жинауға болады. Үшінші тапсырмасында 6000 теңгені 1 5000-дық 1 1000 теңгелік қағаз ақшамен, немесе 3 2000 теңгелік қағаз ақшамен, немесе 6 1000 теңгелік қағаз ақшамен жинауға болады. Үшінші тапсырмасы 3000 теңге. 3000 теңгені 1 2000 теңгелік 1 1000 теңгелік қағаз ақшамен, немесе 3 1000 теңгелік қағаз ақшамен жинауға болады. Тапсырмасы 1000 теңгені 1 1000 теңгелік немесе 2 500 теңгелік қағаз ақшамен жинауға болады. Ал 700 теңгені 1 500 теңгелік 1 200 теңгелік қағаз ақшамен жинауға болады. Төртінші есептің сұрағына жауап беру үшін саған мәліметтердің қайсысы қажет болғанын анықтап оны шығар. Төртінші есебі. Есіл өзенінде теплоходпен серуендеуге 9 турист келді. Олар ересек адамдарға арналған 1000 теңгелік 3 билет және балаларға арналған 500 теңгелік 6 билет сатып алды. Олар билетке барлығы неше теңге төледі? Демек, 1000 теңгеден 3 ересекке 3000 теңге, 6 балаларға арналған билетке 500 теңгеден 3000 теңге. Екеуінің қосындысы 6000 теңге. Демек, олар билетке барлығы 6000 теңге төлеген. Төртінші есебі. Есіл өзенінде теплоходпен серуендеуге таңертең 50 турист, түсте 120 турист келді. Ал кешке келгендер түстегі туристерге қарағанда 3 есеге артық болды. Түсте келген туристерге қарағанда кешке неше турист артық келгенін табу қажет. Ол үшін бізге түсте келген туристердің саны мен кешке неше есе артық келген туристердің санын қажет болады. Осы жерден кешке неше турист келгенін тауып аламыз. 120-ны 3 есеге арттырамыз, 360, демек кешке 360 турист келген. Ал енді түсте келген туристерге қарағанда кешке келген неше туристің артық екенін білу үшін кешке келген туристерден түсте келген туристердің санын азайтамыз, 240. Демек, есептің жауабы түсте келген туристерге қарағанда кешке 240 турист артық келді. Бесінші есеп. Өрнектер мен суреттер бойынша есептер құрастыр. Осы жердегі 4-ші өрнек бойынша есеп құрастырып көрейік. Менде болды 1000 теңге. Оған 330 теңгелік шелек пен 400 теңгелік жіп алдым. Менде қанша теңге қалғанын тауып көрейін. Ол үшін жіп пен шелектің жалпы бағасын есептеп аламын. 730 теңге. Ал енді барлық ақшамнан 730 теңгені азайтамын. 270 теңге қалды. Демек, есептің жауабы менде 270 теңге қалды.
Алтыншы есеп. Сырым мен Әлияның әрқайсысында 5000 теңгеден ақша бар. Олардың әрқайсысы дүкеннен осы сомаға төмендегі заттардың қайсысын сатып ала алады? Мысал үшін Сырым өзіне арналған футболка 3000 теңгелік және де 2000 теңгелік доп сатып алуына болады. Немесе ол үстел ойыншығын 4000 теңгеге, ал бас киімді 1000 теңгеге сатып алуына болады. Ал Әлия болса бас киімді 2000 теңгеге және де 105 ойынды 3000 теңгеге, жалпы 5000 теңгеге сатып алуына болады. Немесе Әлия да белдемшені 4000 теңгеге және де 500 теңгелік 2 шаш қыстырғышты 1000 теңгеге, жалпы 5000 теңгелік затты сатып алуына болады. Балалар, Қазақстан аумағында ірілі-ұсақты 85 000 өзен бар. Жетінші есеп. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектерді есепте, шыққан нәтижелерді кему ретімен жаз. Сонда Қазақстандағы бірнеше өзендердің ұзындығы бойынша ретін анықтай алатын боламыз. Өрнектерді орындайық. Ырғыз өзені 580-ді 5-ке бөліп, 196 мен 4-тің көбейтіндісін қосып шыққанмен 307-ні кеміткенде 593-ке тең болады. 182-ні 5 есеге арттырып 45-ті қосып шыққанмен 453-ті азайтқанда 502. 1000-нан 904 пен 4-тің бөлінісін кемітіп шыққанмен 62-ні азайтқанда 712. 576-ға 708 пен 3-тің бөлінісін қосып 12-ні кеміткенде 800. 950 мен 5-тің бөлінісіне 394 пен 2-нің көбейтіндісін қосқанда 978. 900 бен 557-нің айырмасына 672 мен 4-тің бөлінісін қосқанда 510. 179 бен 4-тің көбейтіндісінен 160-ты азайтып 269-ды қосқанда 825-ке тең. Демек, Қазақстандағы өзендердің ең ұзыны Нора, одан кейін Торғай, Ойыл, содан соң Жем, яғни Ембі, Ырғыз, Сағыз бен Шідерті екен. 8-ші теңдеулерді шеш. X пен 7-нің көбейтіндісі 330 бен 274-тің айырмасына тең. Мұндағы X-тің мәні 8-ге тең болады. Келесі өрнек. X-ке 30 бен 5-тің көбейтіндісін қосқанда 365-ке тең. Мұндағы X 215-ке тең болады. Келесі теңдеулер. 502 мен 2-нің айырмасын А-ға көбейткенде 1000-ға тең болады. Мұндағы А-ның мәні 2-ке тең. Келесі теңдеу. X пен 4-тің бөліндісі тең болады 100 бен 22-нің айырмасына. Демек, мұндағы X-тің мәні 312-ге тең. 9-шы тапсырма. 3 жас саяхатшы Айдос, Марат және Олжас қайықпен өзеннің бір жағасынан қарсы жағаға өтпек болды. Қайық 100 килограммнан артық салмақты көтере алмайды. Айдос өзінің салмағы 54 килограмм. Ал досы Олжастың салмағы 46 килограмм екенін біледі. Бірақ Мараттың салмағы шамамен 70 килограмм еді. Олар өзеннен өту үшін қандай әрекет жасайды? Бірінші болып Айдос пен Олжас келесі жағаға өтеді. Өйткені екеуінің салмағының қосындысы 100 килограммды құрайды. Екінші жағаға Айдосты тастап келген соң Олжас қайықты Маратқа береді. Марат судан жалғыз өзі өтіп қайықты Айдосқа береді. Ал Айдос болса қайықпен Олжасқа қайта келіп алып кетеді. Осылайша 3 дос саяхаттаған екен. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.